Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында көк шайдың пайдасы туралы айтатын боламын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Көк шайдың пайдасы туралы ежелден ақ айтылып келе жатыр. Ертеде ауқатты байлар, төре болыстар көк шайды шараптан гөрі көп пайдаланып, шөл қандырған екен. Көк шайдың нақты шығу тарихы белгісіз. Бірі Қытай десе, бірі Жапонияда, енді бірі Вьетнамда шыққан дейді. Ежелгі Қытай аңызы бойынша император Чен Нунг қайнап жатқан суға түсіп кеткен жапырақты көріп, оның иісі мен дәмін көріп, көк шайды пайдалану туралы үкім шығарады. Алайда шай ағаштарының түбірі Қытайда жатқанын бірнеше мәрте дәлелденген. Көк шайдың емдік қасиеті ертеден ақ белгілі болған. Шығыста көк шай ұзақ өмір сүру мен жастықтың сусыны болып есептелген. Ыстық көк шай салқын күндері жанға жылулық сыйласа, аптап ыстықта бойға сергектік беріп, шөл қандырады. Пайдалы микроэлементтер мен дәрумендерге толы көк шай адам ағзасындағы зиянды қалдықтарды шығаруға, қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге, созылмалы аурулардан қорғануға жол береді. Адам ағзасындағы қан айналым мен ас қорыту жүйесін жақсартады. Қытай халқы күнделікті бірнеше кесе көк шай ішсе, иммунитет жақсарады деп тұспалдайды екен. Расында да, көк шай әртүрлі ауруларға қарсы төтеп бере алатын сусын. Ол тек шөл қандырып қана қоймай, теріні жұмсартып нәрлендіреді. Көк шай тіске де пайдалы. Тісті сыртқы әсерден қорғап, оны тазартып, түсін сақтайды. Тіс эмалі мен қызыл иекті берік қылып, кариестің пайда болуына жол бермейді. Ауыз қуысындағы жағымсыз иістен де арылуға жол ашады. Тісіңіз ауырған жағдайда ауыз қуысын жылы көк шаймен бірнеше мәрте шайып жіберіңіз. Артық салмақтан, ағзадағы зиянды қалдықтардан арыламын десеңіз, көк шай ішіңіз. Оған сүт, қант және тосап қоспаңыз. Бұл жағдайда көк шай өз қасиетін жоғалтып, денсаулыққа ешбір пайдасын тигізбейді. Моншаға түскеннен соң, душ қабылдаған соң, 1-2 кесе көк шай ішіңіз. Шөл қанып қана қоймай, ағза да іштей тазарады. Сондай-ақ, көк шайды физикалық жаттығулардан кейін ішкен жөн. Мүмкіндігінше, құрамында көк шай бар косметикалық бұйымдарды пайдаланыңыз. Мұндай косметикалық бұйымдар көз астындағы ісіктердің болмауына, терінің жұмсарып жасаруына, денедегі сызат дақтардың кетуіне жол береді. Күнделікті таңертең көк шаймен жуынған дұрыс. Жатар алдында көк шайды қайнатып, бетін жауып қойыңыз. Түні бойы салқындаған сумен таңертең бетті қолыңызды жуыңыз. Көзіңіз қызарып жүрсе, көк шайды қалтасын басып, 15-20 минут демалыңыз. Есіңізде болсын, көк шай қант қысымы жоғары адамдарға өте пайдалы. Қант қысымын төмендетіп, бойға сергектік пен жеңілдік сыйлайды. Ал қант қысымы төмен жандарды көк шай көп мөлшерде пайдаланбағаны абзал. Егер де менің ақпараттарым пайдалы болса, арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жазып, мені қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін ерекше.